Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі химия пәніндегі өтетін сабағымыздың тақырыбы алкандар немесе қаныққан көмірсутектер. Сабағымыздың мақсаты жалпы алғанда алкандар және қаныққан көмірсутектердің гомологтық қатарын, изомериясын, номенклатурасын және метан молекуласының негізінде кеңістіктегі құрылымын, физикалық және химиялық қасиеттерін алынуын, қолданылуын сіздермен таныстыру. Сонымен алкандар дегеніміз қаныққан көмірсутектер деп айтып өттік. Жаңа неге қаныққан екені, міне молекула құрамындағы көміртек атомдары өзара тек дара сигма байланыстар арқылы байланысқан алифатты көмірсутектер. Соның ішіндегі көміртек атомының барлық 4 валенттілігі толығымен, әр көміртек атомы толығымен, яғни шетіне дейін сутек және көміртек атомдарымен қаныққан. Сондықтан қаныққан көмірсутектер не болмаса EUPAC халықаралық систематикасы бойынша алкандар деп атаймыз. Бірінші мүшесі метан. Метан қатарындағы көмірсутектері деп, немесе парафиндер деп осылайша атауға да болады. Яғни анықтама бере өтсек, алкандар дегеніміз көміртектің барлық атомдары дара сигма байланыспен байланысқан, жалпы формуласы CnH2n+2 формуласымен анықталатын көмірсутектер қатары. Ал алкандар молекулалық массасының өсу ретіне қарай гомологтық қатар түзеді. Әр көмірсутекте ан деген жұрнақпен біз мысал ретінде 10 көмірсутекпен алканмен танысып өтсек, жаңағы формуласы CnH2n+2 бойынша молекулалық формуласын табуға болады. Ең бірінші мүшесі метан дедік. Метанның формуласы CH4, этан келесі C2H6, үшінші пропан C3H8, төртінші бутан C4H10, ары қарай пентан, гексан, гептан, октан, нонан, декан. Осы 10 көмірсутекті қарастырсақ, бұлардың молекулалық формуласы CnH2n+2 формуласымен молекулалық формуласын табуға болады. Және бұларға сәйкес әр көмірсутекке сәйкес өзінің радикалы болады. Ол жаңағы аталуы, жаңағы ан деген алкандардағы ан жұрнағын ил жұрнағына алмастырып, метанды метил, этанды этил, пропанды пропил, бутанды бутил деп көз алдыңыздағы таблицадағыдай атауға болады. Және бір сутекке кем жүреді радикалдары алкандардың. Яғни алкандардың изомерлері мен атауларына тоқталсақ, алкандарға құрылымдық, яғни көміртек қаңқасының изомерленуі тән. Ол молекуладағы көміртек атомдарының өзара орналасуынан болады. Тармақталмаған көміртек тізбегі нормальды изомер деп аталады. Алкандардың изомерленуі бутаннан басталады, яғни C4H10-нан басталады. Бутанның молекуласында барлық көміртек атомдары тізбектеліп орналасса, ол N-бутан. Ал изобутанда көміртек атомдары тармақталып байланысады. Негізгі көміртек тізбегі 3 атомнан тұрады да, 4-ші көміртек атомы үзіліп, бүйірінен 2-ші көміртекпен байланысады. Тармақталған изомерлерде радикалдар әртүрлі орналасуы мүмкін. Қосылыс құрамындағы көміртек атомдарының сандары өскен сайын изомерлердің сандары да көбейе береді. Алкандардың бастапқы 4 көмірсутегі тривиальды аттармен аталады: метан, этан, пропан, бутан деп. Ал 5-ден бастап грек сандарына ан жұрнағы жалғанып аталынады. Яғни 5-ші бізде пентан, яғни пентаға анды қосып пентан, гексан, гептан, октан, нонан, декан деп осылайша жалғастыра береміз. Ал енді алдарыңыздағы
суретте құрылымдық слайдта құрылымдық формула берілді. Енді біз осыған атауымыз керек құрылымдық формуланы. Ол үшін не істейміз? Ең бірінші негізгі тізбекті таңдап аламыз. Негізгі тізбек бізде жаңағы бұтан болып тұр. Яғни 4 көміртек. Ең ұзын тізбек. Одан кейін оны негізгі тізбекті нөмірлейміз. Нөмірлеу не үшін қажет десеңіздер, біз бұл жерде бізде радикал орналасқан. Радикалды қай жерде орналасқанын білу үшін біз басынан бастап, шетінен бастап нөмірледік. Бірінші көміртек, екінші, үшінші, төртінші, 4 көміртек, яғни бұтанға тиесілі бұл, және біз радикалды атауымыз керек, атау беруіміз керек. Яғни сонда біз ең бірінші жаңағы орын басушы радикалды айтамыз. Бұл екінші орында тұрғандықтан 2 метил радикал және негізгі атауы бұтан. Осы алкандардың аталуы осы ретімен болады. Және метамолекуласының негізінде біз алкандардың құрылысымен таныстырсақ, алкандарға sp3 гибридтену тән. Байланыс ұзындығы, көміртектердің ортасындағы байланыс ұзындығы 0,54 нанометр. Орбиталь арасындағы бұрыш 109 градус 28 минутқа тең. Және көміртегі сутегі орбитальдар қабыса орналасады. Тетраэдр пішіндес. Мына жерде бізде анық көрінген сол тетраэдр кеңістіктегі орналасуы метамолекуласының. Яғни sp3 гибридтену тән дедік. Жаңа метамолекуласының пішіні тетраэдр тәрізді дедік. Және 4 бұрышында 4 көміртек атом, сутек атомы бар, ал ортасында көміртек атомы орналасады. Алкандардың физикалық қасиеттеріне тоқталып өтейік. Алкандардың гомологтық қатарында салыстырмалы молекулалық массаларының өсуіне байланысты балқу және қайнау температуралары мен тығыздықтары біртіндеп артады. Гомологтық қатардағы заттардың қасиеттері ұқсас болады және белгілі бір заңдылықпен өзгеріп отырады. Гомологтық қатардың бір мүшесінің қасиеті белгілі болса, сол арқылы басқа мүшелердің де қасиеттерін болжай аламыз. Молекула құрамында әр CH2 тобына өскен сайын зат қасиетінің біртіндеп өзгеретінін байқаймыз. Алкандардың бастапқы 4 мүшесі, яғни метан, этан, пропан, бутан, газда пентаннан кейін С15-ке дейін сұйық заттар, ал С16-шы көміртектен бастап қатты заттар болып кездеседі. Қалыпты жағдайда қысымды жоғарылатсақ, пропан мен бутан сұйық қайналады. Изомер алкандардың физикалық және химиялық қасиеттерінде айырмашылық болады. Мысалы, нормальды құрылымды алкандардың қайнау және балқу температуралары сәйкес тармақталған алкандардың қайнау және балқу температураларынан жоғары болады. Алдарыңыздағы салыстырмалы молекулалық массалардың өсу ретіне қарай қайнау балқу температураларының артып отырғанын байқауға болады. Мына жерде бастапқы мүшелерінде 161, мына жерде 270 градус, 287 градус және балқу температураларының да өзгеріп отырғанын байқай аласыздар. Алкандардың химиялық қасиеттеріне тоқталсақ, алкандар орын басу, айырылу, тотығу, изомерлену реакцияларына түседі. Алкандардың басқа көмірсутектермен салыстырғанда бір ерекшелігі олардың құрамындағы көміртек атомдарының валенттіліктері толығымен сутек атомдарымен қанығады. Сондықтан алкандар қосылу реакциясына түспейді. Алкандар құрамындағы тағы бір ерекшелік олардың едәуір берік коваленттік сигма байланыстың болуы оларда. Бұл байланыстың полюстігі төмен, сондықтан алкандар sp механизмі бойынша реакцияларға түседі. Екі көміртек арасындағы байланыс едәуір қатаң жағдайда үзіліп, реакцияға өте қиын түседі. Осы жағынан алкандарды парафин деп те атайды.
Алкандар химиялық реакцияларға энергия берген кезде, яғни қыздырған кезде, не болмаса ультракүлгін сәулелер әсерінен ғана болған кезде ғана реакцияға түседі. Яғни реакция барысында көміртек пен сутек арасындағы байланыс үзіліп, сутек атомы басқа атомдармен атом топтарына алмасып, көміртек атомдарының арасындағы байланыстар үзіледі. Алкандар полюссіз қосылыстар болғандықтан байланыстардың үзілуі негізінен радикалдар түзу гомолиттік механизм бойынша жүреді. Химиялық реакциялардың бастысы бұл галогендену реакциясы, ол сатылай жүреді. Бірінші жағдайымызда бізде метилхлор осы сатылай тетраметил хлорға дейін бара алады. Және бұл реакцияның нәтижесінде жылу бөлінеді. Галогендену реакциясы. Нитрлеу реакциясы азот қышқылымен түседі. Сульфирлену реакциясына түседі. Бәрінде жылу бөліне жүретін реакциялар. Және негізгі тағы да бір қасиетінің бірі алкандардың жануы, яғни алкандар жанған кезде көмірқышқыл газы мен суға ажырайды және жылу бөліне жүреді. Алкандардың алынуына тоқталайық. Өнеркәсіпте мұнайды крекингілеу арқылы аламыз. Зертханада карбидті гидролиздеу арқылы алынады. Вирус реакциясы, яғни металдармен қосу арқылы алынады. Карбон қышқылының натрий тұздарын декарбоксилдеу арқылы алынады. Алыну жолдары. Қолданылуына тоқталсақ, алкандар, яғни қарапайым отын түрінде көп пайдаланылады және өндірісте негізгі шикізат ретінде де пайдаланылады. Отын ретінде және двигательдердің отындары ретінде пайдаланылса, күйе түріндегі алкандар ол картридждерді толтыруға, резина жасауда, типографиялық бояуларда қолданылады. Ал жоғарғы алкандар еріткіштер, тоңазытқыштарды, фреонмен жабдықтау кезінде метанол алу үшін, метил спиртті білесіздер, метанол, ацетилен алуда қолданылады. Міне бүгінгі сіздердің қысқаша алкандар туралы осындай түсініктеме алдыңыздар. Сау болыңыздар.